Бірінші рет шетелге саяхат. Қалай мен 4 рет бара алмай қалдым. Тұрмысқа шыққан жылдары шетелге бару қыдыру мүлдем ойымда болмайды. Өте тыныш, сондай аңқау болдым деймін ғой. Потом біз Астанаға келдік. Жұмыс, бизнес жасау керек болды. Ақша табу, күн көрістің артынан жүрдік. Сөйтіп ата-енелерім көшіп келді осы Астанаға. Олар өте современный сондай бизнестің адамдары, яғни бір орында тұрмайды, ары-бері жолға көп шығады. Сөйтіп соларға қызығып, мен де жолдасымның миын ашыта бастадым. Бізде барайық деп. Оның жұмысы енді оборот алып, аяққа тұрғызу керек болды. Мынасы бітіріп тастайын, ананы бітіріп тастайын деп жүрдік. Потом мен жарайды деп келесі жылға қалдырдық. Келесі жылы ата-енем Турцияға бара жатырмыз, барасыңдар ма бізбен деп не істеді. И қарасам, балалардың паспорттары жоқ екен. Тез соларға паспорт жасаттым дегенше 2-3 апта өтіп кетті. Сөйтіп ол жаққа қайтадан бара алмай қалдық сол жылы. Келесі жылы деп тағы да келесі жылдарға қалдырдық. Келесі жылы дәл жаз басталған кезде, осы августтың соңында жүкті болдым. Токсикоз басталды. Не то что шетел, даже есік алдына шыға алмай 3-4 ай қиналдым, прям сентябрьге дейін. Сөйтіп бармадық опять. Келесі жылы март бөпем туылды. Иншаллах, кішкентай болды. И как раз еще сіңілім көшіп келді Астанаға. Солармен бірге ары-бері қыдырып, солармен алданып жүрдім. Бірақ мен сол жазда даже бір жерге барып қалармыз деген үмітпен июнь айларында балам 4 айлық кезінде паспорт жасатып қойған. Бірақ таки бармады. Сөйтіп енді осы 4 жылда 4 рет шыға алмадық. Осы жылы біздің үйленгенімізге 10 жыл толыпты. Ойландық, уже жанұя ретінде шынымен ешқайда шықпаппыз деп, бар ақшамызды жинап, ата-енемізден алып, достарымызбен улап-шулап келіп қалды Дубайға. Шүкір. Мен бұл сезімді реально жеткізе алмаймын. Мен Дубайға келіп қонғанға дейін Алладан тілеп жүрдім. Бәрі жақсы болсын депші. Уже 4 рет бара алмағаннан кейін тағы да бір нәрсе жұмыс қалады ма деп сонда қорқыныш болды. Еще бара алмайтын жағдай болды негізінде айтпақшы, оны да айтып беремін келесі видеода. Оған Иран мен Израиль себеп бола жаздадым. Келесі видеоларда бөлісемін туралы.